Сәлем достар, сіздермен бірге Алмас Айтымов. Бүгінгі видеода свайлардың исполнительный схемасын тез қалай жасайтын туралы көрсеткім келіп тұр. Ең алдымен біздер жаңа шаблонды ашамыз. Біз жасап қойған шаблоным, мұнда екі система координат бар, локальный және городской. Ең бірінші, мына жерде артық осьтарды алып тастаймын, керек секцияның осьін қалдырамын. Содан кейін екі слой ашамын. Секция 3 факт свай. Келесі секция 3 проектный свай. Екеуін екі түрлі цветпен бөліп қойса болады. Проект красный, факт синий. Келесі. Менде съемка жасалған файл, DXF файлды ашамын. Осының ішінен тек қана менің точкаларымды ғана жазып аламын. Ол үшін артық слойларын бәрін кетіріп, тек қана точкаларын алсам болады. Осы точкаларды көшіремін. Бұл менде городской системада түсірілген. Сол үшін копировать с базовой точкой 0,0 деп көшіремін. Сосын менің шаблонымды ашамында, мына жерде система координатымды ауыстырамын. Городская система координат. Осы жерге жаңағы точкаларымды вставка жасаймын. Вставка 0,0. Мынау менде фактически жасалған съемка. Бұны сол слойға салып қоямын. Факт деп цветін бәрін келтіріп салып қоямын. Келесі бізге керегі проектный свайлар. Ол менде Excel'де сақталған. Excel'ден тез автокадқа лақтыру үшін просто сцепить етем бір-біріне. Бірінші бізде Y кетеді. Одан кейін амперсант, тырнақша үтір, тырнақша амперсант X. X пен Y-ті ғана қосса жарайды. Осылардың бәрін созып алғаннан кейін көшіремін. Келесі автокадқа салу үшін керекті слойымды таңдаймын. Проектный свай. Рисование точки. Командный строкаға вставить едім. И менде бүкіл точкаларым түсті. Обязательно екі түрлі слойда болу керек. Факт пен проект. Енді мына жерде мен локальный городской системада бұл дұрыс есептемейді, бізде менюге дұрыс жұмыс жасамайды. Сол үшін MSK-ға ауыстырамын. MSK-да менде локальный система координат тұр. Ол жайлы, вообще шаблон жайлы бөлек видео түсірген болатынмын. Оны подсказкадан көре аласыздар. Енді келесі менюге главная вкладкасына өтемін де отклонениеға басамын. Бұл жерде гео отклоненияны таңдаймын. Мына жерде свайға галочка қоямын. Рисовать от проекта. X, Y қала береді. И мына жерде забабахать все разом дегенге белгілеймін. Енді мына жерде командный строкада менде сұрап тұр. Факт образец. Ол бізде көк түспен берілген. Келесі проект образец қызыл түспен берілген. Сөйтіп бір-бір деп таңдап шығамды. И бүкіл точкаларымды барлығын бірақ таңдаймын соңында. Enter. Біраз күте тұру керек. Бізде отклоненияларды есептеп шығарады. Автокад. Міне біздің отклоненияларымыз бәрі дайын. Мына жерде тек сандарын үлкейтіп көрсету үшін мынаның барлығын белгілеп текстқа өтеміз. Текстті мына жерде высотасын 0.2-ге ауыстырсақ жеткілікті. Сосын мына жерде бір-бірінің үстіне шығып кеткен, баттасып атқан отклоненияларды былай-былай шет-шетіне жылжытып қойса болады. Бұны дайындап болғаннан кейін, мына жақта менде шаблон дайын тұр. Осы шаблонға тек қана қоя саламын. Листқа өтем, прямоугольный.
И мына жерден прямоугольник таңдаймын. Мына видовой экран шықты. Видовой экранды 2 рет мышканың колесосын бассам, масштабировать етеді. Болды. Бұл листтің ортасына түсті. Келесідегі зарамочное оформление, мына жерде секцияны таңдаймын. Исполнительная схема деген жерді толтырып жіберу керек. Исполнительная схема свайного поля. Болды. Сонымен исполнительная схемамыз бітті. Дайын. Өте тез. Дайын болды. Басқа да каналдарға тіркеліп отырыңыздар. Мастерская геодезиста деген телеграм канал бар. Онда өте пайдалы ақпараттар көп. Және де осы видеоға лайк басып, комментарий жазып, қолдау көрсетіп отырыңыздар. Сау болыңыздар.